Қаңтар оқиғасына қатысқан Дикий Арманның жақтастары ұсталды. Полицейлер былтырдан бері ел аумағында ауыр және аса ауыр қылмыстар жасады деп күдіктелген ұйымдасқан қылмыстық топтардың 19 көшбасшысы мен белсенді мүшесін құрықтаған екен. 7 ақпанда Алматы және Шымкент қалаларының аумағында ұзақ уақыт бойы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынып жүрген Қаңтар оқиғасының 2 қатысушысы қолға түсті. Олар Дикий Арман басқарған ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Ұсталғандардың бірі Самат Әмірбаев 2022 жылы Шымкентте кісі өлтіруге және сол қаланың басқа тұрғынына қатысты өзінше билік етуге қатысы бар деп күдіктелді. Ол Түркістан облысының аумағында ұсталды. Оның кісі өлтіру фактісі бойынша сыбайластарының бірі 16 жылға сотталып, қазіргі уақытта бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатыр. Ұйымдасқан қылмыстық топтың екінші мүшесі Алматы әуежайында шекаралас елдің аумағынан келгеннен кейін ұсталды. Онда ол Қазақстанның құқық қорғау органдарының жасырынған. Ұсталған адамдар уақытша ұстау изоляторында қамалды. Дикий Арман лақабатымен танылған Арман Жұмагелдиев 2022 жылы 7 қаңтарда ұсталған еді. Дикийдің тағы бірнеше адамның және экс-депутат Қайрат Құдайбергеннің соты жабық режимде өтіп жатқанын айта кеткен жөн.